Курстың жалғасы, келесі дәріс реестрмен жұмыс. Реестр дегеніміз бұл операциялық жүйеде жүйелік параметрлерді, аппараттық құралдардың, бағдарламалардың және пайдаланушылардың конфигурацияларын сақтайтын дерекқор. Ол операциялық жүйенің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және жүйенің көптеген аспектілерін басқаруға мүмкіндік береді. Реестрдің негізгі қызметтері: жүйелік параметрлерді сақтау, Windows конфигурациясын, драйверлер мен қызметтерді басқарады. Екінші, бағдарламалық жасақтаманы басқару, орнатылған бағдарламалардың параметрлерін сақтайды. Үшінші, пайдаланушы профильдерін сақтау, әрбір пайдаланушының жұмыс ортасын сақтайды. Келесі, құрылғылар мен драйверлерді басқару, компьютерге қосылған жабдықтардың параметрлерін басқарады. Реестр құрылымы. Windows реестрі иерархиялық құрылымға ие және негізгі бөлімдерден тұрады. HK Classes Root, файл кеңейтулері және олардың байланысты бағдарламалары. Келесі ол HK Current User, қазіргі пайдаланушы параметрлері. Одан кейін HK Local Machine, барлық компьютерге қатысты жүйелік параметрлер. HK Users, барлық пайдаланушылардың профильдері. HK Current Config, аппараттық құралдардың ағымдағы конфигурация. Реестрдің негізгі элементтері: кілттер, қалталар сияқты жүйелік параметрлерді топтастырады. Қосалқы кілттер, негізгі кілттердің ішіндегі бөлімдер. Мәндер, кілттердегі нақты параметрлер. Реестрде мәндер бірнеше түрге бөлінеді. String, жолдық деректер, binary, екілік форматтағы деректер, D-word 32 биттік сандық мән, Q-word 64 биттік сандық мән. HK Classes Root бұл Windows реестріндегі негізгі бөлімдердің бірі. Ол файл кеңейтулері мен олардың қандай бағдарламалармен ашылатынын анықтайды. Сонымен қатар COM және ActiveX компоненттерінің тіркелген кластарын сақтау үшін қолданылады. Негізгі қызметтері: файл кеңейтулерін бағдарламалармен байланыстыру, бағдарламаларда қолданылатын COM объектілерін басқару, қолданбалардың тіркелген сыныптарын сақтау. Бұл HKSR құрылымы және мысалдар, яғни файл кеңейтулерін байланыстыру. Әрбір файл кеңейтімі сол HK Classes Root бөлімінде өз кілтін алады. Мысалы, HK Classes Root тексті, ол әдепкі тексті файл. Бұл кілт басқа бөлімге сілтеме жасайды. Бұл параметр тексті файлдарын ашу үшін Notepad бағдарламасын қолданатынын көрсетеді. HKSR-ді қалай өзгертуге болады? Яғни қажетті құрал ол regedit. Win плюс R басып regedit деп жазамыз. Сол кезде сол бөлім ашылады да өзгерту керек кілтті тауып, қажетті мәнді өңдеп, соған жаңа кілт қоса аламыз. Сақ болыңыз, қате өзгерістер болса, Windows жұмысын бұзуы мүмкін. Жұмыс істеу кезінде ескеретін жағдайлар, ол тек сенімді өзгерістер жасасаңыз, яғни файл байланыстарын дұрыс емес өзгерту файлдардың ашылуы бұзуы мүмкін. Резервтік көшіру жасаңыз, яғни реестрді экспорттау арқылы сақтық көшірмесін жасаңыз. Командалық жол арқылы өзгерту. Кейде реестрді өзгерту үшін regadd немесе regdelete командаларын қолдануға болады. HK Current User, яғни қазіргі пайдаланушы параметрі бөлімі. Бұл бөлім Windows реестріндегі ағымды пайдаланушыға қатысты барлық параметр мен баптауларды сақтайтын бөлім. Бұл параметрлер пайдаланушы жүйеге кірген сайын іске қосылады және оған арналған жеке жұмыс ортасын реттейді. Негізгі қызметтері: жұмыс үстелінің параметрлерін сақтау, бағдарламалардың пайдаланушыға арналған конфигурацияларын сақтау, тінтуір, пернетақта, тілді баптау параметрлерін сақтау, жүйелік интерфейс пен қосымшалар үшін теңшелімдерді басқару. HKCU жұмыс істеу кезінде ескеретін жайттар, ол жүйені өзгертер алдында резервтік көшіру жасау керек. Тек қажетті параметрлер өзгертіңіз. Қауіпсіздік параметрлерін реттегенде абай болыңыз. HK Local Machine, барлық компьютерге қатысты жүйелік параметрлер.
Бұл бөлім Windows реестріндегі барлық пайдаланушыларға ортақ және барлық жүйеге әсер ететін параметрлерді сақтайтын бөлім. Негізгі қызметтері аппараттық құралдардың конфигурацияларын сақтау, драйверлер мен құрылғылар параметрлерін сақтау, операциялық жүйенің негізгі параметрлерін басқару, бағдарламалардың жүйелік баптауларын сақтау. HK Local Machine құрылымы мен мысалдары, яғни жүйе конфигурациясы, бұл Windows-тың негізгі параметрі сақталады. Екінші, аппараттық құралдар мен драйверлер, бұл бөлімде компьютердің аппараттық компоненттерінің конфигурациясы сақталады. Үшінші, бағдарламалар параметрлері. Бұл бөлімде компьютерге орнатылған бағдарламалардың конфигурациясы сақталады. Төртінші, ол жүйелік қауіпсіздік. Бұл бөлімде жүйелік қауіпсіздік пен рұқсат параметрлері сақталады. HK Users бөлімі. Бұл барлық пайдаланушылардың профильдері. Бұл бөлім Windows реестріндегі барлық пайдаланушылардың профильдік параметрлерін сақтайтын бөлім. Әрбір тіркелген пайдаланушы үшін жеке баптаулар осы жерде сақталады. Негізгі қызметтері әрбір пайдаланушының конфигурациясын сақтау, жеке жұмыс стилінің параметрлері, бағдарламалардың пайдаланушыға байланысты баптаулары, жүйеге кіру параметрлері мен қолданушыға тіркелгендерінің қауіпсіздік баптаулары. HK Users құрылымы мен мысалдары. Бірінші, нақты пайдаланушының баптаулары. Әрбір пайдаланушының профилі XX форматындағы идентификатормен беріледі. Екінші, дефолт пайдаланушы баптаулары. Бұл бөлім жаңа пайдаланушы тіркелген кезде қолданылатын стандартты параметрлерді сақтайды. Үшінші, белсенді пайдаланушының баптаулары. HK Current Config аппараттық құралдардың ағымдағы конфигурациясы. Бұл бөлім Windows жүйесінде аппараттық құралдардың ағымдағы конфигурациясын сақтайтын реестр тармағы. Негізгі қызметтері дисплей, принтер, аудио жүйе сияқты құрылғылардың ағымдағы параметрлерін сақтау. Жүйені жүктелу кезінде анықталған аппараттық бағдарламаларды көрсету. Келесі қызмет реестрдің бөлімдерінде сілтеме жасау. Бұл бөлімнің құрылымы мен мысалдары. HK Current Config ол систем, жүйелік құрылғылардың конфигурациясы, софтвар, бағдарламалардың аппараттық құралдарға байланысты параметрлері. Дисплей параметрлерін тексеру, яғни экран ажыратымдылығын және дисплей параметрлерін сақтауға арналған. Аудио жүйе баптауларын ескерту, дыбыс құрылғыларының ағымдағы конфигурациясы. Егер дыбыс дұрыс шықпай жатса, осы бөлімнен тексеруге болады. Реестрмен жұмыс істеу кезінде сақтық шаралары. Қате өзгерістер Windows жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Өзгеріс жасамас бұрын резервтік көшіру жасаңыз. Ол үшін файл экспорт арқылы қажетті бөлімді сақтауға болады. Белгісіз немесе күмәнді реестр өзгерістерін жасамаңыз. Тек сенімді көздерден алынған нұсқауларды қолданыңыз.